Ayda, şirdeginde ayda, qanday mekan joyda, tusundaydim qaydasin ayda, şirdegen sharayda, labaming alayda, tusundaydim qaydasin ayda, şirdeginde ayda. Güzel. Ozan. Bir tal gülümsün. Kechikib qoldim. Free Fire nemese PUBG o'ynaganda. Allo, nemenege звондай бересің? Бірде бір қалдым ғой. Болды, айырылсамыз мына. Мә, уже өлтіріп кетті ғой. Қазір жігіттер зарядтап алайық. Все, опа, кеткен. Мә, полетқа қойып тастасам мені WhatsApp'та звондағанда ема. Емдеп алсақ құлап жатыр. Қастың артында еңбектеп баратыр. Мә, өлтіріп кетті уже. Мә, қойшы. Кім Wi-Fi өшіріп саған? Мына каттың тезірек бітірейік, туалетте шығайық. Әлі отырмын туалетте. Мына зарядкасы өшіп қалды. Ой, ё-моё. 1, 2, and 3, and 4. Тереліпсі тұр. Сенің бала жақтырмайтын досың. Айтпасына, бала шағын бәрін тастап кетші, адам құсап өзіміз отырайықшы, мы жеп қойды, улап шулап. Давай. 8.300. Құр кет бәріне қойнаш бар. 8 қанша дедім жаңа? Миым жеп қойды қасында отырып. Симаны Мұхтардың баласы жақ болған. Жоқ, ой. Қойшы, сен ұқты ғой. Мұхтардың өзіне айтпай қойды, тамақ ішіп отқан ғой. Кішкентай бала, сен деп тартып басынан бір-ақ ұрдым. Как раз Мұхтар арғы тамақ ішіп отқан, аңырады. Құршы, шуламай қа, таспен басынан жарым кетті. Деп тұрады, кішкентай балдар ғой. Ол ертең өсет ма, таспен өзің тұрады болады. Айзан, алсына, қолдан құлап қала берем, ма бір бәле қойшы. Ей, құрды алға бар, ойна бар. Анан қарса кішкентай бала, итті ала бақын. Қайсы? Йоу! Бармай қош, көрейікші до конца не олар екен. Жемейді ғой полигон. Америка мен Қазақстанды салыстыратын достар. Брат, осы Американың мектептерінде бар ғой. Кайф қой, каждыйын өзінің жеке шкафы болады ғой ше. Біз айген пакетпен болмасанда қыршалбардың ішінен трико киіп алып шыға саласың. Братан, байқайсың ба осы ақыр заман тек Америкада бола ма бірдеңе ғой. Ана метеорит, инопланетяндар бәрі сояққа қонады ғой. Бізде не әрі кетсе 112-ден сообщение келеді. Көшкін, дауыл, жер сілкінісі деп. Еще оның өзі болмайды ғой. Бір көшкін дауыл болса екен. Братан дейін американский кинолардан главный рөлдегі актерларға бар ғой. 10 адам келсе очередьпен жабылады. Анам қай жеп болған күтіп. Бізде не? Давай огонь десе ол тап-тап өтеді ғой. Америкада баласы колледжге түссе, папасы кеп, синок, ты поступил на колледж десе, баласы да. Ну да, папа деп, кәдімгідей успешный болып кете ма сондай ғой. Бізде не? Колледжге түссем, оқыдың ба? Оқыдың ғой. Успешный система жағынан ғана сияқты ғой. Сенің вообще оқымайтын класстастар. Ертең класстың фондына 200 теңгеден жинаймыз. Ой, көп қой. Көбінес қалталарыңнан да түсіп қалатыр ғой сол. Сол түсіп қалғанынан ала берсеңізші. Екеуің ескерту түсті, екінші сабақта неғып дауыстарың далаға дейін шығып жатыр. О, апа, енді дұрыс сабағы далада емес па? Қыздар 7 май келе жатыр ғой, дезодорант, мезодорант сыйламай қойыңдаршы. Әскери қолтыққа жағатын сыйламаңдаршы. Саған керек ол. Қалған балдарға сыйламай қойыңдаршы. Мана сен 1 минутқа бола ма? Мамасы ғой. Мамам, мен көрмей қалып просто. Алдым Марат ағалар ғой. Или мен тыңдайық, или сен тыңдайық. Ай, мен тыңдасаңыз, кеше Марат ағаның КамАЗымен келді. Жап болсын. Қазір айтып бер. Сосын КамАЗбен басып келеді. Сосын? Ағайып да отыр кесе. Қазір, брат, 5 минут, Тамақ іс қалды ма? Қазір 5 минут. 5 минут. Брат,
5 минутта шығамын. Тез болшы. Все, родной, 5 минуттан кейін звондаймын онда. Все, родной, шығыватырмын, 5 минутта боламын сен жақта. Давай, 5 минутта. Ұйықтайын деп жатсың ба? Братка, 5 минут ұйықтап алайыншы бұл. 5-ақ минут сразу тұрамын, Қостай телевизор. брат, 5 минуттан кейін басталады қосам. Брат, боссың ба? Қазір 5 минутта босаймын, брат. 5 минут? Все. Аға, ішке кірсеңіздер шақырып жатыр. Все, 5 минутта кіреді деп айтасыз ғой, Жуып болдың ба? Братка, 5 минуттан кейін бітті мен кірмін. Шай ішіп отыра бересің ба? Болсай? Братка, 5 минут, 5-ақ минут. Қазір теңдешім. Кеше қызға барыпсыңдар ғой, 5 минутта шығыпсың ба? Брат, аяғым бас шеш бір 10 минутта. 10 минут? 5 минут. 5 минут, хорошо. Әдем. Ай, асты табан. Ауылдағы жеңгелер. Үйлеріңе торғай бағасында ма? Тұз бар ма, қалайсың Майра? Тұз бар ғой сіңде де қазір тауып аламын өзім. Майра, на печеньен күшті шығыпты әйтеуір. Біз істесек бұл жырағап шығады әйтеуір. Күшті шығыпты мынауын. Сатып алдық қой просто. Сатып алдың ба? Жындыбайың қайда, жындыбайың? Жындыханада. Ай, Майра, қатырасың. Біз неге холодильник боласың ба? Бірақ өздерінің үйлеріңе де холодильник керек шығар. Алдың күні банкі жапқанмын ғой, айтпақшы. 10 банкім атылып кетті кешке дейін. Сөйтіп біреу ғана нормально алып, холодильникке сап қойымды, аппарат 10-та жарып алдым. Енді? Банкі бар ма? Ана Қайрат жынды достарына түнімен карта ойнап шықты. Вообще ұйықтаған жоқпын. Сосын не істедің? Тұрып солармен карта ойнадым, 37 мың көтеріп алғансың ба? Не айтуға келдім? Мал сойын деп жатыр, желгамайсыңдар ма айтпақшы? Қаншадан болады? 2 мыңнан. Ойбай, базардан 1200-ден толып тұр ғой. Қой? Малды обал қылып соймайық, базардан ала бермейміз біз. Айтпақшы ертең құдалыққа барайын деп жатырмын да, мата сатаң бір көйлегің бір нәрселерің болса біз. Сол болса. Жоқ ондай. Тұзың. Амантай ағай. Балалар мынандай істей аласыңдар ма? Ой, ағай не патсан болып отырсыз? Кім патсан деп тұрсың, мен жете алмай қалды деп жатсың ба? Айттым ғой патсан. Макгрегордікіндей костюм киіп алыпсыз. Техникаңызда Макгрегордікіндей, бірақ түріңіз ұқсамайды. Жүр паразу. Болды ағай, қалжың деп отыр, ұқсайды. Макгрегор ағай, жүр паразу. Бүгін астренем күшті болып тұр, бүгін қандай күн? Бейсенбі ағай. Жоқ, Дүйсенбі. жоқ. Қандай енді ағай? Не қойғың? Айдана, не қысқа киіп аласың? Бері алдыңғы партаға келіп отыр мына жерге. Қайда қарап отырсыз ағай? Айдананың партасына біреу мал деп жазып. Қайсысын жазған? Мотивация беріңізші бізге. Затарда пешке көмір салып жатыңдар, үйлерің суып кетпесін. Мотивация не онда? Мотивация не аласың, үйлерің суып кетпесін да. Ай, сіз түсімде көрдің ғой. Қойш? Бәрімізді күлдіртіп сол. Күнделігімді сұрап. Қойш? 5 қойып беріпсіз ағай. Өтіңді қыстемекпін ба? Жоқ ағай. Сава. Өмірдегі мелочь, но өте кайф ситуациялар. Келдің бе? Тақпай қой отырайық. Брат, анау сушнягыңды әкелдің. Мынау сдачасы. Сдача өзіңде қала берсін ол. Тамақ жеп қоймаңдар ма менсіз? Жедік. Но саған алып қойдық. Манас, бергеш. Ана, үшінде де айдос күтіп тұр. Апарып берші тан соны. Тұра тұршы. Болмаса өзім апарып бере салшы. Көресің ба? Үйдегілері айтып қойма. Порно ғана. Барлық аға осындай ма? Той Асылжан болды еркелей берме, бой жеткен қызсың ғой. Болды Асылжан, 6-дан кейін үйден шықпайсың. Ешқандай вечерға бармайсың, түсінің ба? Қарындасың, вообще жігіттермен сөйлеспейсің, түсінің ба? Вообще қысқа көйлек кимейсің. Ана телефонды көп шұқыламай, анаңа көмектесерін сабағыңды оқисың, жарай ма? Қыстау болу керек еді, біле. Брат кеше, інімді қызыммен ұстап аламын, о көрәтей. Қош,інің қай жылы? 2005 қой? Уайымдама, мен өзімнен 10 жас кіші қызды алам да, өзім тәрбиелеп аламын. 10 жас? Не қылырсың, сақалың ойнап жүрем осысын кейін? Брат, ертерек қыз таппасына, 10 қол мықты болып барады ғой. Асқар, мен саған айтып отырмын ғой, қазір қыздарында өсіп кеткен. Срочно қыз тауып алмасаң қаласың ертең. Тем более 99-сың өзі. Іш пісіп
кетті ғой ма? Класстастарың каждыйында 2-3 баласынан бар ғой, бәрі ойнап қайтесіз олармен. Радумен қыз біз деп асықпаймын. Үй салуым керек, машина алуым керек, уақыт бар. В общем, қыз жоқ десе. Бля, сол ғой, брат. Бар ма номерлерді таныс қыздар? Сұрамайсыңдар ма? Сенің құрбың негізі қуа. Құдай сақтап қапты қайталады. Шай берсін. Ана бүйтіп қасында отқан балам оңай айырылып кеткен дейді. Қалайсың? Жақсы. Қайдан келсің? Неме түрің бұзылып кеткен? Жоқ, нормально бәрі. Ей, сен не болды түрің бұзылып отыр ғой сен? шынымды айтсайшы не болды? Жоқ, папа, ештеңе болмады. Бір сиыр өліп қалған адам ұқсап отырсың ғой. Жоқ. айтсайшы шынымды. Сөйлессең мына баланың түрін қараса шашылып кеткен ғой. Ұрыспаймыз. Сөйлессең. Ұрыспайсыңдар ма? Точно. Ұрыспаймыз, айтайықшы. Вообще ұрыспайсыңдар. Вообще ұрыспаймыз. Ұрыспайтын болсаңдар айтайын онда. Айт енді құрсын. Сендер берген оқудың ақшасын жоғалтып алдым. Оқудың ақшасы? Я, твою мать. Құрметті қазақстандықтар, сіздерге ата-аналарыңыз ұрыспаймыз десе, оған сенбеңіздер. Олар по-любому көттеріңді айырады. Кім ол көтіңді айырады? Сенің жынды класстастарың. Айдана. Макс. Манас. Шайнаңдамай тастаңдар асаңыз. Жұрт қой, лапай. Ей! Тақтадағын оқы медет. Ай, тақта көнеріп кетіпті ғой. Осырдың ба? Апай, Асқар осырды. Жаны бардың желі бар. Осырсын, табиғи құбылыс қой. Біз осырсақ, айқайлап ұятсыз деп шығасыз ғой. Мал, сен сасық қой просто. Сенші. Менің еш шықпайды бұл. Осырсақ. Қалай тәрбиелейді осыларды. Асқар түріңе не болған? Ой, ағай жақ, қырынып атып, тіліп алдым кішкене. Біреу бетін сойып кеткен сияқты ба? Аяқ жегісі кеп жүрген родной. Короче, кеше бывшаймен боқтасып сөйлесіп отырсам, братан алып телефон прикинь. Қош, көтіңді айырам дейді ғой. Кел смело дегенсің ғой, прикинь. Мақсұлысың Қорықпаймын. Родной, прикинь, кеше қорада темек тартып отырмын ғой ше. Спичкамен ойнап отырып, қораны өртеп алғансың ғой, прикинь. Қайта братишкемен жауып жіберіп, әрең құтылдым, ана дым білмейтін бестегі бала ғой. Кеше батяның соңғы темекісін чекіп қоямын ғой, короче ше. Таңертең тұрып алып іздеп жүр ғой. Ей, Мұрат ағаға бердіңіз кеше деп, ана Мұрат ағаға жауып жүргенсің ғой, прикинь. Қарасай, братан, батяның машинасы ғой. Көтіңді айырады ғой. Уайымдама досым, кеше как раз ішіп кетті батя ше. Жаңа кілт салып жүргенсің қалтасына. Родной, в общем, дос балама звондайын деп басқа бір номерге звондай жүрген ғой. Сөйтсем қыз көтереді ғой, білмеген ғой, айқайлап жатырмын. Сөйтсем ана қыз орыс екен, қазақша түсінбейді дедім. Қуанып кеткенсің ғой, прикинь. Қай жақтікі екен біз? Қарағандының қызы екен, родной.